Қазір біз сок дайындаймыз үй жағдайында, магазиндағындай. Оған бізге 2,5 литр салқын су керек, 1 килограмм морковь керек, 1,5 килограмм алма керек, 200 грамм қант керек. Суымыз қайнады, енді морковьімізді саламыз. Одан кейін 200 грамм қантымызды саламыз. Енді морковь 5-10 минут піскеннен кейін алмасын саламыз. Морковьіміз қайнады, енді алмамызды саламыз. Бір қатты қайнағаннан кейін ақырынға қоямыз да 50 минут пісіреміз. Морковьіміз бен алмамыз пісті, суға салған. Енді осыны блендермен араластырамыз. Міне согымыз дайын. Мұнда мен морковь пен алманы араластырдым. Сіздер алма мен грушаны араластырып істесеңіздер де болады, тыквамен араластырсаңыз да болады. Қою болса пюре қылып жеуге болады. Жидкостьін көп қоссаңыз, сок қылып жеуге болады. Мені қолдап, лайк басып кетіңіздер.